Сәлем, аулада ойнағанды жақсы көресің бе? Дұрыс, өйткені таза ауа сенің денсаулығына пайдалы. Ал сен коронавирус жайында білесің бе? Ол өте кішкентай вирус. Оны көзбен көру мүмкін емес. Ол дертке шалдыққан адамдар түшкіргенде, жөтелгенде және адамдарға жақындағанда немесе кез келген нәрсені қолмен ұстағанда таралады. Ауырған адамның дене қызуы көтеріліп, жөтел басталады. Оған қоса демалу да қиын болады. Ол барлық жерде болуы мүмкін, тіпті ойын алаңында да болуы мүмкін. Достарыңмен серуен кезінде өзіңді аурудан қалай қорғауға болады? Бірнеше қарапайым, бірақ өте маңызды ережелер бар. Қашықтықты сақта. Достарыңызға тым жақын болмаңыз, оларды құшақтамаңыз және қол алыспаңыз. Амандасу үшін жай ғана қол бұлғасаң болады. Қолыңмен бетіңді ұстама. Сенің қолыңда коронавирус болуы мүмкін. Ол көз, мұрын және ауыз арқылы ағзаңа енуі мүмкін. Үйге келген кезде қолыңды сабынмен мұқият жууды ұмытпа. Қолды 40 секунд бойы жуу керек. Осы ережелерді есте сақта. Достарыңмен бөліс және аман бол.